Туғандарым, мынау 2010 жылдың трактор екен. 2010 жылдың ешқандай мобингі жоқ деді. Мобинг болса тексеріп қылып берем деді. Жыға мыя яушыма? Наверное, шыба. Тракторда маселе жоқ екен. Тек қана азырақ дөңгөлектерінің мына жерлері пұшылып кеткен абал бар екен, ама мына жеріндегі дөңгөлегін алмаштырып екен. Трактордың өзі $6000 екен. Трактордың өзі $6000. Мінекей. 94-тен бірі 2010 жылдық екен. Дағы бір 94-тен мінекей Донфанхон. Мінекей. İştelген жылы 2018 екінші айдық екен туғандар міне. 2018 екінші ай дейді. Бәйке сіз айтқан 2,5 метрліге мұнау екен. Мұнау екен. Хомиян деші банығы чыңдышы ба? Мұнау арқасынақ екен мінекей. Екінші қол екен бірақ. Ұшы жердегі өзінің басы $600 екен. Екінші жол болшыққа $600 бол болғанда $1,5-2,000 шыға тұрған оқатта бұл. Азыр екінші жол болшыққа $600. Жол ақысы емес, тек қана өшердекілі басы байке. Мұна ол чоңы. Ошол Донфан 94-ке чатысаңар болады. Анан кейін мұна ол кичіктері 1,80 м, 1,70 м еле шыға тұрған екен мұналар. 1,90 м, 2 метрге жақын. 2,50 м-ге 2,5 метрлік мұшыл ең чоң екен, мұшыл шығады екен. Бұның арқасында мындай долықтары бар екен. Жер чыңдай тұрған, анан кейін үйгаңы менен маны егістетіп бастатып, мұна ол. Мұшы $600. Тек товардың өзі. Аптайт байке, мұнаны көрпаңыз, сіз айтқан шул чалма талқалаған мұшыл о. Қытайда бұны біз шуанга дейбіз. Бүтін чалма есіп, жерлердің топырақтарын қыла тұрған, талқылай тұрған мұшыл. Мұшыл товар ғой емес бе? Мен ошын өрек түшеніп отам да, сіз айтқан айтыңыздан топырақ талқылайды деген ділі.